Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. 6-шы бөлім қоршаған ортаны қорғау. 4-ші сынып пән мұғалімі Сапарбаева Раушан Осетаевна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақылды аң. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты. Тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сөйлемді толықтыру және түйінді тұстарын анықтау, кесте толтыру, кластер құрастыру, болжау, жоспар, жазбаларын қолданып, мәтінді толық мазмұндау. Ал енді балалар, жаңа сөздерге назар аударайық. Үйір, стая. Із қалдыру, оставить след. Жалғыз, один, одиночка. Қасқырдың сырттаны, вожак волков. Жаттығайық. Сөйлемдерді оқы. Бос орынға жаңа сөздердің бірін қойып жаз. Ал енді тексерейік. Қасқырлар жалғыз жүрмейді. Олар үйір болып жүреді. Қасқырдың сырттаны үйірді басқарады. Балалар, суреттен нені көріп тұрсыңдар? Қандай аңдарды білесіңдер? Қасқыр қандай аң? Қасқыр туралы фильм көргендерің бар ма? Көрсетейік және айтайық. Суретке қарап балалар сұрақтарды талқылайық. Қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр деп ойлайсың? Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Бір қасқырдың соңында неге жалғыз келе жатыр? Оның алдындағы 3 қасқыр неге бөлек келе жатыр? Ал енді мәтінді тыңдайық және сұрақтарға жауап берейік. Қасқырлар өте ақылды. Олар топтасып тіршілік етеді, бірін-бірі қорғайды. Жорыққа шыққан кезде ең алдында кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар алға шықпайды. Осылайша кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Қалған қасқырлар ортада болады. Ал қатардың соңында тағы бір топ күшті қасқырлар жүреді. Ең соңында қасқырдың сырттаны жалғыз болады. Ол топты бақылап жүреді. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы. Олар көбінесе әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Дәптермен жұмыс. Балалар, сөйлемдерді толықтырыңдар. Тексереміз. Ең алда келе жатқан үшеуі үйірдегі кәрі, ауру қасқырлар. Үшеуден кейінгі 4-тік үйірдегі мықты қасқырлар. Соңғы жақта келе жатқан бесеуі де күшті қасқырлар. Үйірдің ең соңында келе жатқан қасқырдың сырттаны. Сөйлесейік. 4-ші тапсырма. Сұраққа жауап жаз. Қасқыр қандай аң? Қауіпті, жабайы. Дұрыс балалар, ақылды, жыртқыш аң. Үйге тапсырма. 124-ші бет, 5-ші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.